Hello, Сәлем, I'm Асхат. менің атым Бақытгүл. Бақытгүл апа екеуміз бірге осы аптада 6 апталық интенсивті ағылшын тілі курсын бастадық. Біз осы курсқа келіп жүрген студенттерге арнап жазып отырмыз. Бірақ егер сізге де қызық болатын болса, сіз интернеттен бізді 6 Weeks English деген әлеуметпен Facebook'тан, Instagram'нан біз туралы ақпарат таба аласыз. Сонымен бірінші апта, бірінші күн Monday. Бірінші күнні біз танысу, студенттер өздерін танысуға арнады, аты жөндерін айтты, телефон нөмірлерін және spelling деген бар ағылшын тілінде, сол аты жөндерін тегін дыбыстап айтуға жаттықты. Сонымен қатар студенттер апта күндерін атауды үйренді және сандарды үйренді. Себебі көптеген студенттерге кейбір күрделі сандарды есте сақтау қиынға соқты, бірақ студенттер бізде оны өте жақсы үйреніп, екінші күні Tuesday жаңа сөздерге кірісті. Екінші күн бізде сыныптағы заттарға және сыныпта айтылатын нұсқалықтарға арналды. Біз екінші күні бірінші тарауды аяқтап болдық. Сол себепті олар quick test және file тест орындады. Бұл тесттер студенттерге үйренген бірінші тараудағы сөздерді қаншалықты меңгергенін анықтауға көмектесті. Сөйтіп біз үшінші күнге көштік. Wednesday. Үшінші күні біз бірінші юниттің соңындағы Practical English деген сабақты өттік. Practical English сабақтарында студенттер күнделікті өмірде қолданылатын сөздер, сөз тіркестері және сөйлемдерді айтып жаттықты. Осы күні қонақ үйдегі ресепшнға барып, өздері қонақ үйге тіркеліп, кілттерін алуды үйренді. Сонымен қатар үшінші күні студенттер бөлмедегі заттардың атын үйренді сыныптағы, және ол заттарды қалай сұрау керек. Сонымен қатар өзінің сумкасында, дорбасында не бар екенін қасындағы досына қалай түсіндіріп беру керектігін үйренді. Соған қоса would you like және can you деген тіркестерді қолдануға жаттықты. Сөйтіп біз студенттермен бірге төртінші күн Thursdayға көштік. Төртінші күн адамның сырт келбетін сипаттауға арналды. Және сын есімдермен танысып, ағылшын тіліндегі аджективтердің біразын жаттап үйренді. Төртінші күні біз Disneyдің Pixar түсірген керемет Inside Out мультфильмін көрдік. Сол мультфильм негізінде біз сезім мүшелері ағылшын тілі қалай аталатынын үйрендік. Are you hungry or angry? I am hungry. Happy, sad, angry, одан да басқа осы сезімді білдіретін сөздермен сөздік қорлары толықты. Тіл үйретуде біз тек қана сөйлеуге назар аударған жоқпыз, сонымен қатар сіздер writing бойынша алғаш рет өздеріңіздің қысқа эсселеріңізді осы бейсенбі күні жаздыңыздар. Сөйтіп біз бесінші күн Fridayға келдік. Fridayда біз бірінші, екінші тарауды аяқтап болып, Revise and Check деген бөлімге көштік. Revise and Check бірінші, екінші тарауды қорытындылап, және сол тарауларда өткен грамматика, vocabulary, pronunciation тақырыптарына арналды. Оған қоса ең бірінші рет студенттер үлкен мәтінмен жұмыс істеп көрді. Бұл мәтінде түсініксіз сөздер болғанымен, айналасындағы басқа сөздердің көмегімен мәтіннің жалпы идеясын түсінуге бағытталған тапсырма болды, және true and false деген тапсырмаларды орындап, мәтіннің мағынасын түсінгенін көрсете алды. Friday сонымен қатар surprise party, pizza party болды. Біз жұма күні аптаны қорытындылау үшін Американың Уисконсин қаласынан келген, Мэдисон қаласынан келген, Уисконсин штатынан Джейкоб деген қонағымыз шақырдық. Джейкоб қонағымыз студенттермен бірге сөйлесті. Студенттер бір аптада үйренген сөздерін қолдана отырып өзін таныстырды, және бір аптада орындаған тесттің нәтижесін сол Джейкобтың тілегі жазылған қағаздан қолтаңбасымен алды. Ойлап отырсақ, бір аптаның ішінде студенттер 90-ға жуық жаңа сөзді үйренді. Сонымен қатар өзін қалай таныстыруды үйренді, және мәтін оқыды, және өзі туралы қысқа эссе жазды. Сонымен бірге шағын бір өлең айтуды да үйренді. Сезім мүшелеріне байланысты. Бұйырса енді келесі апта бұдан да күрделі болады. Апта сайын күрделеніп отырады, сондықтан келесі аптада кездескенше. Bye. Қош, сау болыңыз.